Сәлем баршаға, қалайсыздар? Менен осы екі үлгінің тағылу жолын сұрапсыздар. Мұқият қараңыздар. Осындай шарф сырғып кетпеу үшін ішінен өйстіп бойына тағыласаңыздар болады. Артынан алып келесіздер. Алдына байлайсыздар. Солай. Қызым ау, сенің үлгілердің бәрі алдына байлау болып кетті ғой деп айтатын апаларым бар. Бірақ енді сұранысқа дәл осы үлгілер көп келіп жатыр. Қараңыздар. Содан міне былай шетке қарай орай бересіздер. Негізінен шарфтарыңыз неғұрлым ұзын болса, соғұрлым тіптен жақсы болады. Артқы жағын алып келгенге. Қараңыздар. Осылай орап, мына жағынан әкелесіздер де осы бір шетін. Түйрегіштен қатты қорқам, бірақ тағуға тура келіп тұр. Қараңыздар, артын осылай түйрегіш тақып қоясыздар. Екеу, үшеу түсіп қалмас үшін, егер сенімсіз болсаңыздар, екі-үшеу тақып қойсаңыздар болады. Сонымен дайын. Негізінде бұл үлгінің дым қиындығы жоқ. Қараңыздар. Болды. Екінші үлгі өздеріңіз байқағандай жабынған келіншектерге арналған. Шашты өздеріңіз байқап тұрғандай жоғары түйілді. Қалай түйілу керек, немен түйілу керек, алдыңғы посттарымда бар, көрсеңіздер болады. Міне кез келген шарф, әдемі шарфтар қолдансаңыз да болады. Мен қазір осы қолда тұрған шарфпен жауып көрсетем. Түк қиындығы жоқ, қараңыздар. Мына жақтарын осылай қатпарланып тұрсын десеңіздер, түйрегіш салып қойсаңыздар да болады. Мен өзі түйрегішке қорқамын, түйрегішке қарсымын. Міне қараңыздар. Осылай. Түйрегішті тек сыртынан ғана салсаңыздар жақсы да, негізінде. Екінші жағын былай жібере саласыздар. Қиындығы жоқ. Былай қатты артқа қарай жіберсеңіздер де болады. Түйрегішті мына ортаға, мына екі шетке түйрегіш қыстырып қойсаңыздар болады. Егер түсіп кетеді деп сенімсіз болсаңыздар. Осы. Аты міне. Былай түсіріп қойсаңыздар да болады.